Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды Қошқардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Ақтөбе қаласының Әбілқайыр хан даңғылы бойында орналасқан дәмхана маңында төбелес болып бір адам пышақ жарақатынан көз жұмды. Қазіргі кезде күдікті ұсталды. Қамауда отыр деп хабарлайды Қазақпарат. Оқиға 3 шілде күні сағат 6:35-те тіркелген. Ақтөбе қаласы ПБ жедел басқару орталығына Әбілқайыр хан даңғылындағы номер 89 үйдің жанында төбелес болып жатқаны туралы хабарлама түседі. Полиция жасағы пышақ жарақатын алған ер адамды тапты. Жедел жәрдем оны Ақтөбе қаласының көп салалы ауруханасына жеткізді. Алайда жәбірленуші алған дене жарақатынан қайтыс болды. Патрульдік полиция қызметкерлері осы қылмысты жасады деген күдікпен 37 жастағы ер адамды анықтап ұстады. Қылмыстық кодекстің кісі өлтіру бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.